Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видеода мен thank you сөзін басқаша қалай айтуға болатын түрлерімен бөлісетін боламын. Ендеше кеттік. I really appreciate it. Бұл сөз мен бұны шынымен де бағалаймын дегенді білдіреді. Сіз бұл сөзді кез келген жерде қолдана аласыз, және де thank you дегенге қарағанда бұл сіздің шын көңілмен алғыс айтып тұрғаныңызды білдіреді. It's nice to hear that. Бұл сөзді бізге комплимент айтқанда, жақсы сөз айтқан кезде рахмет айту үшін қолдануға болады. I don't know what to say. Бұл сөз тіпті не айтарымды білмеймін деген мағына білдіреді. Мысалы, сіз алғысымды сөзбен айтып жеткізе алмаймын деп айтқаныңыз келген кезде осы сөзді қолданасыздар. Many thanks. Бұл сөзді кез келген жерде қолдана бересіз, дәл thank you секілді көп рахмет деген мағынаны білдіреді. Thousand of thanks to you, my friend. Бұл мыңдаған алғыс дегенді білдіреді. Егер де сіздер нақты бір нәрсеге рахмет айтқаныңыз келсе, сөйлемнің соңына for жалғау арқылы не үшін айтып жатқандарыңызды қосуға болады. Мысалы, thousand of thanks to you, my friend, for watching this video. Егер де сіз қарапайым түрде алғыс айтқыңыз келсе, онда you shouldn't have. Бұл бекер әуре болдың дегенді білдіреді. Егер де біреу сізге сыйлық сыйласа, сіз үшін бір нәрсе жасаса, онда осы сөзді қолдануға болады. What would I do without you? Бұл да алғыс айтудың бір түрі, тура аудармасы мен сенсіз не істер едім. Жалпы аудармасынан қандай кездерде қолдану керектігі түсінікті деп ойлаймын. Thanks a million. Миллиондаған алғыс. Жалпы ағылшындар цифрларды қолданғанды жақсы көреді. Millions, thousand деген сияқты. Thank you for all your hard work on this. Бұл сөздің тура аудармасы сенің осы үшін жасаған еңбектерін, жұмыстарын үшін рахмет. Thanks a lot. Көптеген рахмет. I can't thank you enough. Саған деген алғысым шексіз. Және мынандай да мағына береді. Саған қанша рахмет айтсам да жеткіліксіз. Бүгінгі видео осымен аяқталды. Пайдалы болды деп ойлаймын. Видеода айтылған сөздерді жаттап, қолданыңыздар. Келесі кездескенше.